Қуырдақ деген тағамды естіп көрмеппіз деген пікірлерді көріп, ойланбастан қуырдақ жасап көрсетейін. Барлық Қазақстан қуырдақты күнделікті ас мәзіріне қоссын деген оймен қуырдақ жасауға кірісіп кеттім. Бұндай дәмді қуырдақты неғып өзім ғана жеймін, барлығы жесін деген оймен. Ең алдымен қызып тұрған майымызға етімізді саламыз. Ет қойдікі, сиырдікі, жылқынікі маңызды емес. Менде қойдың еті болғандықтан қойдың етін салдым. Үстіне осылай пиязбен сәбізімізді салып, барлығын 5 минуттай қуыратын боласыздар, араластырып. 5 минуттай осылай қуырасыздар. Қуырылған етіміздің үстіне 2 пиала суымызды құямыз, батып тұратындай етіп. Суымызды құйып, қақпағын жауып, баяу отта 1 сағаттай пісіретін боласыздар. Енді етіміз дайын болғанша біз қамырымызды дейміз. Қамырымызға 1 жұмыртқа, дәміне қарай тұз салып, жұмсақ етіп осындай қамыр илейсіздер. Енді қамырымызды 5 бармақтың қамыры сияқты етіп, жұп-жұқа жаятын боласыздар. Біркелкі осылай жұп-жұқа етіп жайылған қамырымызды 4 бөлікке бөлетін боласыздар. Осындай 4 бөлікке бөліп, 4 бөлікке бөлінген қамырымызды әкеліп, пештің үстіне осылай екі жағын бірдей етіп аударып, кептіретін боласыздар. Күйіп кетпеу керек, пештің астын аз қып қойып қойыңыздар, себебі күйіп кетуі мүмкін. Екі жағын бірдей етіп осылай аударып, кептіріп аласыздар. Кептірілген қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осылай жіңішке етіп кесесіздер, яғни турайсыздар. Біркелкі жіңішке етіп кесу маңызды, себебі қуырдақтың кеспесі қаншалықты жіңішке болса, соншалықты дәмді болады. Айтпақшы, бұл кеспені сіздер қуырдаққа ғана емес, көжеге, сорпаға барлығына қосатын болсаңыздар, езілмейді. Себебі бұл кептірілгендіктен езілмейді, әдемі. Енді барлығын осылай жіңішке кесетін боласыздар. Кесілген кеспеміз дайын болды. Енді біздің етіміз де пісіп тұр екен. Үстіне картошкамызды салып, 5 минуттай картошкамызды пісірамыз. Піскен картошканың үстіне суын көріп алыңыздар. Осындай азғантай су болу керек, өте көп те болмау керек. Үстіне біркелкі осы кесілген кеспелерімізді салып шығамыз. Қақпағын жауып, бұда 10-15 минут пісіресіздер. Астын баяу қойып қойыңыздар. Осылай етіміз, қуырдағымыз дайын болды. Қуырдақты осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Бір пісіріп жегеннен ұнатып, күнделікті ас мәзірлеріңізге қосатындарыңызға сенімдімін. Енді осындай қуырдақтың кеспесін жасап отыратын уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, сіздер үшін осындай дайын кеспелерді мен дайындап қойдым. Сіздерден тек заказ беріп, бір күн бұрын айтып заказ беріп, күнделікті ас мәзірлеріңізге қосып жеп отырсаңыздар болады. Барлық жерге доставка бар Алматының ішінде. Заказ бермеш бұрын, бір күн бұрын айтатын боласыздар. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер.